Өзіңмен сөйлесу өміріңді өзгертетін ең күшті әдет. Адам өмірінде ең көп сөйлесетін адам ол өзі. Біз күні бойы өз ойымызбен, ішкі даусымызбен өмір сүреміз. Бірақ көп жағдайда бұл дауыс бізді қолдамайды, керісінше әлсіретеді. Біз өзімізге байқамай ауыр сөздер айтамыз. Менен шықпайды, мен дұрыс емеспін, мен кеш қалдым. Осындай сөздер біртіндеп сенімімізді жояды. Ал шын мәнінде сенің өміріңді өзгертетін сыртқы жағдай емес, сенің өзіңмен қалай сөйлесетінің. Ішкі дауыс сенің ең жақын досың немесе ең қауіпті жауың. Егер сен өзіңе үнемі сын айтсаң, сен өзіңді әлсіретесің. Егер сен өзіңді қолдасаң, сен күшейесің. Көп адам өз өмірінде табысқа жете алмайды, себебі олар өздерін ішінен жеңіп қойған. Олар әрекет жасамай тұрып-ақ өздерін тоқтатады. Сондықтан сұрақ қой. Мен өзіме дос сияқтымын ба, әлде жау сияқтымын ба? Неге біз өзімізге қатал боламыз? Бұл көбіне бала кезден келеді. Бізді сынады, салыстырды, ұрысты. Сол сөздер уақыт өте келе біздің ішкі даусымызға айналды. Бірақ сен енді бала емессің. Сен өз ойыңды өзгерте аласың. Өзіңмен дұрыс сөйлесу жалған мотивация емес, бұл бәрі жақсы деп алдау емес. Бұл шынайы қолдау. Мысалы, мен әлсізбін, мен әлі үйреніп жатырмын, менде ештеңе шықпайды, мен тағы бір рет байқап көремін. Айырмашылықты сездің бе? Бір сөз сені тоқтатады. Екінші сөз сені алға жылжытады. Сөз энергия. Әр айтқан сөзің сенің ішкі күйіңе әсер етеді. Егер сен өзіңе ауыр сөз айтсаң, сенің энергияң төмендейді. Егер сен өзіңді қолдасаң, сенің ішінде күш пайда болады. Сондықтан әр сөзді бақыла. Өзіңді сыйлау өзіңмен сөйлесуден басталады. Егер сен өзіңді сыйлағың келсе, ең алдымен өз ойыңды өзгерт. Өзіңе дөрекі сөйлеме. Өзіңді кемсітпе. Сен өз өміріңдегі ең маңызды адамсың. Қателесу бұл әлсіздік емес. Көп адам қателескеннен кейін өзін жек көре бастайды. Бірақ қателік бұл өсу процесі. Өзіңе былай айт. Мен қателестім, бірақ мен үйрендім. Күн сайын өзіңмен дұрыс сөйлес. Бұл бір күнде өзгермейді. Бірақ күн сайын кішкентай қадам жаса. Таңертең, бүгін мен жақсы күн жасай аламын. Қиын кезде, бұл уақытша. Ұйықтар алдында, мен бүгін тырыстым. Сен өзің ойлағаннан әлде қайда күштісің. Көп адам өз мүмкіндігін бағаламайды. Себебі олар өздерін үнемі төмендетеді. Бірақ шындық, сен көп нәрсеге қабілеттісің. Сен тек өзіңе сенуің керек. Өзіңмен сөйлесуді өзгерт, тағдырың өзгереді. Бұл жай сөз емес. Бұл шындық. Сенің ойың сенің әрекетің, сенің әрекетің сенің нәтижең, сенің нәтижең сенің өмірің. Барлығы сенің ішкі сөзіңнен басталады. Бүгіннен бастап баста. Күтпе. Ертең емес. Дәл қазір. Өзіңе былай айт. Мен өзімді қолдаймын, мен өзіме сенемін, мен өзгеремін. Өміріңді өзгертудің ең оңай жолы өзіңмен сөйлесуді өзгерту. Сен өзіне не айтсаң, соған айналасың. Өзіңмен сөйлес, өзгерең.